Саламатсыздар ма? Ары қарай тест номер 6 жалғасы 17 есептен бастап берілген оқығаныздар асықпай. Берілген оқып болсаңыздар есеп бастайық. Шешу. Бірінші айтады. 6 жыл бұрын 46 ағаш егілген дейді. 46 ағаш егілген. Ал есепте мына жақта сұрап жатыр нені? Бұл жылдан кейін 10 жылда саябаққа еш ағаш отырғызылмаған және егілген ағаштардың барлығы өсіп жетілген. Ендігі 10 жылдан кейін бұл ағаштардың жастарының орташа есебі қанша болады? Яғни бізде 6 жыл бұрын есепте егілген 46 ағаш және оны 10 жылдан кейін есепте есеп тұр. Яғни біз не істейміз? 16 жылға көбейтеміз. 46 ағаш ектік, олар өмір сүреді 16 жыл. Қосу 50 ағаш. Оларды 3 жыл бұрын егеді және 10 жылдан кейін есептейді. Сонда біз оны 13-ке көбейтеміз. Сонымен қатар 60 ағашты егеді биыл. Сосын оларды 10 жылдан есептейді, сондықтан біз 10-ға көбейтеміз. Міне. Барлық ағаш саны 46, 50, 60. Осының барлығын қоссақ 46, 50, 60. Бар ағаштың санына бөлеміз. Мына сандарды көбейтіңіз жеке-жеке отыр. 46-ны 16-ға, 50-ді 13-ке, 60-ды 10-ға және бір-біріне қосыңыз. Егер сіз дұрыс көбейтіп, дұрыс қосқан болсаңыз, оның мәні 1986 болады. Және 46, 50, 60-ды қоссаңыз өзара, ол жерде бізде 156 шығады. 1986-ны 46-ға бөлген, 156-ға бөлген кезде, міне. Бірден бересіз. 156. 1986. 86 етсек 2, 95 етсек 4, келесі саншы 6 түседі. 2-ден берейік. 12, бір ойда, 10 ойдағы бөлме 1, бір ойда. 2-ні бірге өтсек 2, ойдағы бөлме 3. Енді азайтамыз. 6-тан 2-ні азайтсақ 4, 2-ден 1 азайтсақ 1, 4-тен шүтсақ 1, 114. Енді бізде бүтін сандар бітті. Бүтіннен кейінгі сандар басылайынып тұтқан үтірді қой жүреміз. 0 түсіреміз. Еншеден береміз. 7-ден берейік. 7-ні 6 өтсек 42, 4 ойда. 7-ні 5 өтсек 35, ойдағы 4 пен 39, 3 ойда. 1-ді 7 өтсек 7, ойдағы 3 пен 10. Азайтамыз. 10-дан 2 азайтсақ 8, 4 болып қалды. 13-тен 9 азайтсақ 4, 0 болып қалды. 0-0 азайтсақ 0. 0 түссін келесі. Еншеден береміз. 3-тен берейік. Бұл жерде 3-6 өтсек 8, бір ойда. 15, ойдағы 1 мен 16, бір ойда. 3-ті 1 өтсек 3, ойдағы 1 4. Соға қалдық 12 қалама. Осылай кете беретін сандар. Енді біз мына жауаптарды арық. 20 деген жауап мүлдем келмейді. 18,6 жоқ. 15,4 келмейді. 16 келмейді. Мына 12,173-ті 10-ға үлескеден дөңгелектесек 12,7 болады. Яғни мына санның өзгеретін өзгермейді. Мына сан шет. Бұл сан 5-ке дейінгі сандар болса өзгертпейді. 12,7. Келесіп. Төмендегі модельді көбейтіндер ретінде жазыңыз дейді. Бірінші мына жақта арық. Неше бөлік бар? 4 бөлік бар. Неше бөлік боялған? 2 бөлік боялған. 4-тен 2. Мына жақта неше бөлік бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлік бар. Нешеу боялған? 1, 2, 3, 4 боялған. Сонда неше пайда болды бізде? 4, 6 өтсек 24, 2, 4 өтсек 8. Барлығы бізде 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 6 өтсек 24. Екеуінде қатар боялған тұстары міне мына жер. Бұл жерде қанша квадрат бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24, 8. Осы модель іздейміз жауаптан. Ол міне тұр. 4-тен 2, көбейту 6-тан 4-тен 24-тен 8. 19-шы есеп. Бұл Вен диаграммасы тақырыбына арналған. Жалып, бұны қараңыз. Вен диаграммасын бұл шеңберлер арқылы жасаймыз. Мына жаққа раушан деп қояйық. Мына жаққа түймедақ деп қояйық. Жалпы бізде қанша адам бар? 76 адам бар. Барлығы 76 адам бар. Раушанды да түймедақты да өсіргендер. Мынандай ақпарат берейік.
ақпарат берген. Бұл отбасылардан тек қана раушан гүлін өсіретіндердің саны тек қана түймедақ гүлдерін өсіретін санынан 3 есе көп. Тек қана деген ол мына жерлерде көрсетеді. Тек қана түймедақ өсіретіндер x, а раушан одан 3 есе көп, 3x. Мынандай сөйлем берген. Бұл ауылда раушан да түймедақ та өсіретін 16 отбасы бар еді. Ол мына жер центрде жазылады. Екеуінде өсіретіндер. Ал барлығы дегеніміз, барлығы қосқанға тең ғой. Тек қана раушанға қосамыз екеуінде өсіретіндерді, және қосамыз тек қана түймедақты өсіретіндерді. Сол кезде шығады барлық адам саны. 3x, x қосақ 4x. 76, 16-на жаққа минус болып барады. 76-тан 16-дан сызсақ 60. X тау үшін 64 көреміз. 64 көрсек 15. X 15. X деп біз о баса нені өрнектеп алдық? Түймедақты. Сұрақта сондай. Тек қана түймедақ өсіретін қанша отбасы бар? 15. Егер бізден тек қана раушанды сұраса, өсіретіндердің саны, онда біз 15-3-ке өйтіп 45-ті белгілейтін едік. Кеттік, ары қарай. 20 степ. Төмендегі сағаттар ішіндегі сағат тілі мен минут тілі арасындағы бұрыш қайсысында өзгеше екенін табыңыз дейді. Міне. Мына жерде мынандай. Қараңыз. Жалпы мына қосымша ақпарат бере кетейін. Мына шеңбер 360 градустан тұрады. Шеңбер неше бөлікке бөлінген? 12 бөлік бөлінген. 12 цифр ғой. 12-ге бөлсек 36, 360-ты бізде 30 градус болады. Сонда әрбір мына 5 минут деген арасы бізде 30 градусқа тең ғой. Мына жер 30 градусқа тең, мына жер 30 градусқа тең. Сонда міне 15 минуттық сағат тілі мысалы 12-де, минут тілі 3-те тұрса, онда арасы 90 градус болады. Сәйкесінше 30-90 градус. Енді мына жерде мына нені көріп тұрмыз? 12 мен 2-де тұр. Бұл жер 60 градус. Мына жерде 10 мен 12-ні арасы тұр. Бұл жерде 60 градус. Мына жерде 11 мен 1-ні арасы тұр. Бұл жерде 60 градус. Мына жерде 11 мен 12, бұл жер 30 градус. Және бәрінде 30 мен 7-ні арасы тұр. Бұл жер бізде 150 градус. Әрбір 5 минут 30 градус болса, мынада 25 минут бар, 150 градус. Мына жерде 5 бөлікке бөлінген, әр бөлік 30 градустан 5 бөлік 150 градус. Енді қараңыз, бұл жерде өзгешесі осы бір жауабы. Себебі мынаның барлығы сүйір бұрыштар, мына жерде 150 градус 90-нан үлкен доғал бұрыш. Назар аударып тыңдағаныңызға рахмет. Біздің Даму Академия тіркеліңіздер Инстаграмда парақшаға. Инстаграмда Сәлім Қойшыбай деген де бар. Оған да тіркеліңіздер. Біздің ютубтағы есімдерімізге ұқсайды. Ол жердегі жазылу бар осылай. Ютуб каналымызға тіркеліңіздер. Нишқа КТЛ-ға дайындалып жүрген 5-6 класс болсаңыздар, сіздерге онлайн форматта ұсынатырмыз. Ақтөбе қаласындағы оқушыларға офлайн форматта жүргізіп жатырмыз. Келіп қатысуларыңызға болады. Жақсы, сау болыңыздар.